Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын кекстің рецептісін ұсынамын. Кекс қолжетімді заттардан тұрады әрі жылдам дайындалады. Кекстің құрамын төменде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен електегі ұнымызға қопсытқышымызды салып, осы електің ішінде араластырып аламыз. Ыдысымызға жұмыртқа саламыз. Үстінен шекерді салып, жақсылап ағарғанша миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамыз осылай аппақ болып, есе ұлғайғаннан кейін үстіне 5 ас қасық сұйық май құямыз. Жұмыртқалы массамызға ұнды електен өткізіп миксерлейміз. Ұнның барлығын бірден салып жібермей, 2-ге немесе 3-ке бөліп салып, жақсылап миксермен шайқап шығамыз. Дайын болған сұйық қамырымызды формамызға құямыз. Кез келген форманы қолдана берсеңіз болады. Кексімізді 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Кексіміз піскенше шоколадная пропитка дайындаймыз. Ыдысымызға сары май, шекер және 2 ас қасық какао қосамыз. Үстінен су құйып, орташа отта ерітіп аламыз. Пропиткамызды қайнатудың қажеті жоқ, ең бастысы барлығы жақсылап ерісе болды. Одан соң пропитканы толықтай суытамыз. Кексіміздің піскен-піспегенін тексеру үшін осылай ағаш таяқша қолданамыз. Егер таяқша құрғақ шықса, біздің кексіміз толықтай пісті деген сөз. Қазір біз кекстің үстінен пропитка құятын боламыз. Ол үшін осылай ағаш таяқшамен барлық шетін жақсылап тесіп шығамыз. Шоколадная пропиткамызды кексіміздің үстінен құйып шығамыз. Пропитканы ыстықтай құюға болмайды, тек салқындатып, суытып құямыз. Кекстің бетін қалауыңызша әсемдей берсеңіз болады. Мен осындай посыпкаларды қолдандым. Үстінен қант ұнтағын сепсеңіз де болады, немесе грек жаңғағын майдалап турап сеуіп жіберсеңіз болады. Мінекей, осымен біздің кексіміз дайын болды. Өте жылдам дайындалады. Мен 1 сағаттан кейін кестім. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шыққан. Жасап көріп, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер сіздерге видео ұнаса, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Нұрзина.